Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Паскаль тіліндегі repeat until циклына арналады. Сонымен бастаймыз. Сонымен достар, repeat until циклы жайлы қысқаша бір теориялық мәліметтермен танысып өтсек, жалпы бұл repeat until циклы осы Паскаль тіліндегі өтетін циклдарымыздың соңғысы. Бұған дейін for, while циклдармен танысқан болатынбыз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыз repeat until циклы. Жалпы қазір біз сіздермен бірге repeat until циклінің мынау синтаксистік құрылымына, синтаксисіне қалай ұйымдастырылатынына жалпы қысқаша шолу жасап өтейік. Ал кейіннен нақты бір мысал арқылы repeat until циклінің жұмыс принципін біз көрсететін боламыз сіздермен бірге. Жалпы синтаксистік тұрғыдан repeat until циклы былай ұйымдастырылған. Сонымен ең бірінші repeat кілттік сөзі, яғни қайтала, одан кейін барып бізде цикл денесі кетеді. Одан кейін барып бізде until деген кілттік сөз, одан кейін барып бізде шарт кетеді. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, алдыңғы екі циклдан ерекшелігі бұл жерде repeat until циклында шарт ең соңынан тексеріледі. Бұл деген сөз ең бірінші цикл денесі орындалады, ал одан кейін барып сол цикл денесі қайтадан орындалады ма, орындалмайды ма, соның шарты мынау соңынан барып тексеріледі. Егер бұл шарт ақиқат болатын болса, цикл тоқтайды. Дұрыс түсіндіңіздер, ақиқат болатын болса, цикл тоқтайды. Бұл циклдің тағы бір ерекшелігі осы. Бұл цикл жалпы шарт, бұл мына жердегі шартымыз ақиқат болған кезде тоқтайды. Естеріңізде болса, for және while циклдары өздерінің шарты жалған болған кезде ол өз жұмысын тоқтататын еді олар. Ал repeat until циклы ол керісінше, екі циклға керісінше, ол цикл шарт ақиқат болған кезде тоқтайды. Ал қай кезде орындалады сонда? Яғни шартымыз жалған болған кезде мына циклдің денесі орындалады. Одан кейін тағы да бір мынау жазуға мән беріңіздер. Цикл денесі бірнеше іс-әрекеттерден тұрса да, оларды begin end сөздерінің арасында жазуға сіз міндетті емессіз. Тағы да бұл циклдің сондай бір артықшылығы. Егер циклдің денесінде бірнеше операторлар болатын болса, оны сіз өткендегі for және while циклдары сияқты begin end сөздердің арасында жазуға міндетті емессіз. Себебі мынау repeat until циклы ұйымдастырылу жағынан жалпы repeat және until сөздері осы begin endтің рөлін ойнап кетеді, егер циклдің денесінде бірнеше оператор болатын болса. Сондай-ақ біз енді алдағы уақыттарда осы repeat until циклінің жұмысына жалпы бір нақты бір мысалы келтіру арқылы түсіндіретін боламыз. Ал әзірше теориялық мәліметтер осы жазып алуларыңызға болады. Әрине мыналарды маңызды осы шартты естеріңізде сақтаған жөн. Шарт жалған болған кезде цикл орындалады, ал ақиқат болған кезде тоқтайды. Сонымен достар, repeat until циклына байланысты біз сіздермен бірге нақты бір мысал қарастырсақ, және осы мысал арқылы repeat until циклінің жұмыс принципімен нақтырақ таныссақ. Демек, бізде мынандай бір есеп берілген, k санын n рет экранға шығару, яғни экранға шығару керек. Мен бағдарламаның бөлігін дайындап қойдым мынандай. Бізде не бар? Бізде үш айнымалы бар. I санағыш, k саны, n саны. Одан кейін бар мынандай бағдарламаның бөлігі, k-ны және біз n-ді енгізіп аламыз. Одан кейін барып біз енді циклмен жұмыс жасаймыз. Демек, біз циклда мынандай іс-әрекеттерді орындаймыз. Ең алдымен repeat кілттік сөзі, одан кейін барып біз не істеу керек? Экранға шығару керек деп жатыр. Нені шығару керек деп жатыр? K санын. Солай ғой. Енді k санынан кейін біз санағыштың мәнін арттырып отырамыз. Яғни инкремент оператор арқылы. Әрине енді мына екеуі бір жазу. Мынаны да жазуға болады оның орнына. Сонымен енді бізде шарт кетеді. Шартымыз біздің естеріңізде болса мына жерде жазылатын еді. Шартымыз былай болады. I үлкен немесе тең неден n-нан. Демек, енді
біз орындап көрейік, қазір не үшін былай жазғанымызды түсіндіреміз. Мысалы үшін k деген 7 саны болсын, ал n-іміз 4 болсын. Яғни 7 санын 4 рет экранға шығару. Міне, көріп тұрғандарыңыздай 7 саны 4 рет экранға шықты. Енді жұмыс принципі қандай? Ең бірінші циклдың денесі орындалады. Басында ешқандай шарт жоқ. Біз жаңа айтып кеткеніміздей, басында ең бірінші циклдың денесі орындалып алады. Одан кейін барып бізде шарт тексеріледі. Циклдың денесі орындалды. 7 сан экранға шықты біріншісі. Одан кейін барып санағышымыз біздің 1-ге артты. Енді мына жерге біздің 1 келеді. 1 үлкен немесе тең 4-тен. Яғни біріміз 4-тен үлкен де емес, тең де емес. Шарт жалған ғой. Жалған болғандықтан енді циклдың денесі қайтадан орындалады. Демек, мына әрекет қайттан орындалады, мына екеуі. Сонда қайттан циклға кірген кезде бізде 7 саны қайттан экранға шығады, яғни мына оператор арқылы. Одан кейін барып біздің санағышымыздың мәні 2-ге артады. Демек, енді мына жерге 2 келеді. 2 кішкентай немесе тең 4-тен. Бұл шартта жалған, яғни 2-міз 4-тен үлкен де емес, тең де емес. Шартымыз жалған болғандықтан циклымыз қайттан жұмысын өзін жалғастырады. Демек, мына 7 сан экранға шығады. Одан кейін барып санағышымыз енді 3 болады. 3-іміз үлкен немесе тең 4-тен, шарт қайтадан жалған, қайтадан экранға шығады 7 саны. 7 саны. Одан кейін барып енді біздің санағышымыздың мәні 4 болады. Солай ғой. 4 болды деген сөз 4 4-тен үлкен емес, бірақ 4-4-ке тең. Яғни 4-4-ке тең ғой. Шартымыз ақиқат қой. Демек, ақиқат болды деген сөз мына циклдың жұмысы бізде аяқталады. Сонда бізде мына 7 деген санымыз 4 рет экранға шығады да, одан кейін біздің repeat until циклымыз аяқталады. Ал егер мен шартты былай жазып қойсамшы, for және while циклындағы сияқты. Яғни for циклындағы жасырын шарт сияқты, ал while циклындағы, мысалы үшін, өткенде жазған алдыңғы бағдарламамызда қолданған шарт сияқты. Мысалы үшін былай жазып қойсам, керісінше. Енді не болады? Мысалы үшін мен 7 деген санды, мысалы үшін 4 рет қайттан сол әрекет беріп көрейік. Бір-ақ мәрте экранға шықты. Не үшін? Қараңыздар, бірінші шарт тексерілмей тұрып, циклдың денесі біз орындалып алады дедік. Яғни циклдың денесі міне орындалды. Кірді, 7 деген сан экранға шықты. Біздің санағышымыздың мәні 1-ге артты. Енді мына жер санағыштың мәні 1 болды, ал мынаның мәні 4 болды. Яғни 1 4-тен кішкентай. Шартымыз ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан мына цикл өзінің жұмысын тоқтатады. Сол үшін басқа 7 деген сан бір-ақ мәрте экранға шығады да, одан кейін циклдың денесі бізде орындалмай қалады. Сол үшін де бұл циклдың мынандай осындай қасиеті бар. Шартымыз демек жалған болған кезде мына цикл орындалады екен, ал шартымыз ақиқат болған кезде цикл тоқтайды екен. Әрине бұл циклдың да өзінің негізінен қолданатын жерлері бар. Бұндай циклдарды негізінен жалпы 3 циклдың да өзінің бір мақсаты бар қолданудағы. Әрине олардың бәрін бекерден бекерге олар ұйымдастырылған жоқ осы бағдарламалық тілінде. Оны біз бағдарламаның әр жерінде өзіміздің істелетін мақсатымызға қарай ол циклдарды біз өзіміз қолданатын боламыз. Сонымен бірінші мысалымыз осы. Демек, достар, repeat until циклына келесі мысалды біз сіздермен қарастырайық. Мен андай бағдарламаны дайындап қойдым. Жалпы бұл бағдарлама қарапайым калькулятор бағдарламасы. Бұның жұмысын қазір біз сіздермен бірге қалай жұмыс істейтінін орындап көреміз. Одан кейін барып әрбір қатардағы кодқа жеке-жеке тоқталып өтеміз. Сонымен орындап көрейік бағдарламаны. Демек, бағдарлама былай жұмыс жасайды бізде. Қарапайым калькулятор А және Б сандарын енгізіңіз. Мысалы үшін 8 деген санды енгізейік, одан кейін 11. Амалдардың біреуін таңдаңыз. Плюс А плюс Б тең 19. Енді бізден сұрап жатыр, іс-әрекеттерді қайталағыңыз келе ме? Иә. Yes, қайталағым келеді. Қарапайым калькулятор А және Б сандарын енгізіңіз. Мысалы үшін 9, кейінгісі 5. Амалдардың біреуін таңдаңыз. Көбейту. А плюс А көбейтілген Б тең 45. Әрекетті қайталағыңыз келе ме? Жоқ. Жақ. No. Біздің калькуляторды қолданғаныңыз үшін рахмет. Бітті. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Демек, біздің бағдарламамыз осылай жұмыс жасайды. Өзіміз қалағанша калькуляторды қолданамыз. Егер қолданғымыз келмесе, no сөзін енгізу арқылы калькулятордың жұмысын тоқтатамыз. Енді бағдарлама біздің осындай, ал енді жұмыс принципіне тоқталатын болсақ.
Бағдарлама негізінен толықтай repeat until циклінің арасында жазылған. Сонымен бізде айнымалыларға тоқталайық. Ең бірінші бізде қарап тұрғандарыңыздай мынандай айнымалылар бар. Біріншісі А және Б. Ол екі бүтін сан үшін, мынау Г болып қапты. Үшін, одан кейін string типті айнымалы бар. Бұл S айнымалысы, бұл yes немесе no деген сөзді енгізу үшін. Char типті S айнымалысы бар. Ол арифметикалық амал үшін, яғни қосу, алу, бөлу, көбейту. Төртіншісі мынау boolean типті айнымалы. Логикалық типті, естеріңізде болса, бұл жайлы өткен едік. True және false деген мәнді қабылдайды. Бұл циклдің шарты үшін қолданылады, бұл айнымалы. Демек, енді бағдарламаның басы басталды. Ең басында біз P деген айнымалыға false мән меншіктеп қоямыз. Бұның себебі циклдің шарты бізде жалған болған кезде орындалатын еді ғой. Біз осы мақсатта мынау false деген мәнді осыған меншіктедік. Кейіннен циклдің шартына келген кезде тағы да айтатын боламыз бұл жайлы. Демек, негізгі мақсаты осы. Сонымен бізде repeat кілттік сөзін жазу арқылы цикліміз басталады. Енді ары қарай мынау жазу экранға шығады. Одан кейін А және Б айнымалысын енгізіп аламыз мына жерде. Ол түсінікті деп ойлаймын жалпы. Одан кейін мына жазу экранға шығады. Яғни амалдардың біреуін таңдауымыз керек. Амалдарды біз мынау readline оператор арқылы С айнымалысына меншіктеп аламыз. Яғни плюс болса плюс, минус болса минус. Одан кейін барып қарап тұрсаңыздар, бізде case операторы қолданған. Біз сіздермен case операторын өткен сабақтар өткен болатынбыз. Енді сол алған білімдерімізді қолданатын уақыт келді. Демек, енгізілген амалды біз тексереміз. Яғни қосу амалы енгізсе, екі санды қосып экранға шығарамыз, алу болса, алып экранға шығарамыз. Сол сияқты жалпы бөлу болса бөлу, көбейту болса көбейту. Міне case оператор арқылы осы жерде қайсы амал енгізілгенін тексеріп, сол амалға сәйкес әрекетті біз жасайтын боламыз. Мынау case операторының соңы мына жерде аяқталады. Демек, одан кейін барып бізде бізден мынандай нұсқаулық шығады экранға. Яғни іс-әрекеттерді қайталағыңыз келе ме, жоқ па деген бізде сауалнама шығады. Біз енді соны енгіземіз. Егер қайталағымыз келсе, біз yes сөзін енгіземіз, қайталағымыз келмесе no сөзін енгіземіз. Демек, yes сөзін енгізсек не болады? Yes сөзін енгізсек, мына S деген айнымалының мәніне yes деген мән келеді. Енді сол біз өзіміз енгізген мәнді тексеріп көреміз. Қандай мән енгізілді? Бағдарламаны жалғастыру керек пе, жалғастырмау керек пе? Демек, біздің жағдайда бірінші yes деген сөзді енгізсек, енді бізде айтып тұр, енді шарт тексереміз. Қандай мән енгізілгені жайлы. Yes деген сөз no деген сөзге тең бе? Соны тексереміз. Яғни жалғастырғымыз келе ме, жалғастырғымыз келмей ме? Yes деген сөз no деген сөзге тең емес қой. Демек, мына екеуі тең болмағандықтан біздің мына шартымыз орындалмайды. Яғни мына жерде мына мән false болғандықтан, true болмағандықтан деп айтайықшы, ақиқат болмағандықтан мына шартымыз біздің орындалмайды. Сондықтан да біздің P деген айнымалымыз бастапқы мәні, яғни false күйінше біздің қалады. False күйінше қалады. Демек, P айнымалысының мәні false болды деген сөз, яғни мына жер false болды деген сөз, мына іс-әрекеттеріміз біздің қайтадан орындалады деген сөз. Бізге де керегі сол еді ғой. Яғни біз yes деген сөзіміз іс-әрекетті жалғастырғымыз келеді деген сөз еді. Ал жалғастырғымыз келеді деген сөз P айнымалысының мәніне true мәні меншіктелмейді, сол бастапқы күйінше қалады. Ал мына P айнымалысының мәні false болды деген сөз, яғни жалған болды деген сөз, біздің цикліміз қайтадан бір рет орындалады деген сөз. Дәл сол сияқты мына іс-әрекеттердің бәрі қайтадан қайталанып шығады. Өзіңіздің жаңағы екі санды енгізесіз, арифметикалық амалды енгізесіз. Соңында тағы да бізде мынандай сауалнама шығады. Іс-әрекетті қайталағыңыз келе ме, немесе жоқ па? Егер сіз no сөзін енгізетін болсаңыз, S айнымалысының мәніне no сөзі меншіктеледі. Енді мына жер no болады. Демек, мына шарт тексеріледі енді. No тең no. Ақиқат қой. Ақиқат болғандықтан, мына P айнымалысының мәніне true деген мән меншіктеледі. Демек, P айнымалысының мәніне true мәні меншіктелді деген сөз, мына шартымыз біздің ақиқат болады деген сөз, мына жеріміз. Басында false еді, енді біздің true деген мән меншіктелді. True меншіктелді деген сөз, мына шартымыз ақиқат болады, ал ақиқат болған жағдайда біздің цикліміз аяқталады. Логикалық тұрғыдан да, яғни no сөзін меншіктедіңіз деген сөз, яғни no сөзін енгіздіңіз деген сөз, бағдарламаны сіз жалғастырғыңыз келмейді ғой. Міне дәл жалғастырғыңыз келмейді деген сөз, мына жер ақиқат болады шартымыз. Демек, мына біздің циклдің денесі осымен
циклдың жұмысы аяқталады. Міне осындай репетантив циклның осындай қасиеттері бар. Әрине бұл циклдардың барлығы өз кезегінде жалпы қолданатын жерлерін енді өзіңіз анықтайсыз. Қай кезде қай цикл қолдану керектігін өзіңіздің жаңағы есебіңіздің мақсатына қарай анықтайтын боласыз. Негізінен бұл циклдар жалпы Pascal тілінде бар, бұл циклдар жұмыс істейді. Әрине кез келген циклды қолдану арқылы сіз есебіңізді шеше беруіңізге болады. Алайда негізінен бірақ сіз өзіңізге ыңғайлысын таңдағаныңыз дұрыс болады. Бұл циклдар негізінен Pascal тілінде бар. Бұлар бекерден бекерге Pascal тілінде осы ұйымдастырылған жоқ. Бұлардың да өзінің қолданатын орындары бар. Мен сіздерге осы циклдардың жалпы қолдану орындарын көрсетіп кеттім. Сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Әрине пайдасы тиіп жатса мен өте қуанышты болар едім. Жалпы бүгінгі соңғы repeat until циклына арналған біздің бүгінгі бейне сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар.